Өзі қаяқтан білесің, тек қана күндіз дейді. Өзі ғой беріңіз Ауылда жүрсек те біздер көре бермейміз енді. Шынын айту керек, бәрі жұмыс барысында. Тіршілік көп қой енді. Мынау Шырайлы Шымкент қаласында келіп, әуелмен Айнұрдың дастарханында бас қосып отырмыз. Мына қабақ қосымыз құтты болсын. Мына семьялық мейрамхана дейді ғой. Сонда мейрамхана дейді. Мейрамхана дейді. Құдай қаласа бас қосып, әңгімеміз жарасып отыр. Ұзағынан болсын. Әгіл мына Айнұр дастархандарын жақсылыққа жайылсын. Құдай қаласа мына қыздарың өсіп тұр. Бәріміздің ұлымыз өсіп жатыр. Соны аяқтандырып, үйлендіріп, қыздарды ұзатып, сондай іс-шара бола берсін, қуаныш бола берсін. Басымыз эксти жұмылып, сол іс-шараны атқара берейік. Одан кейін мына осы әуелдің жаңағы іс-шарасына сәйкес Фарида жейжемнің туған күні екен. Өзінің қарындасы туған күніне қосып. Иә. Қарындасы қандай сәйкестіктің да әдемі. Сондықтан мына жасыңа жас қоса бер. Денің сау болсын. Сен де жаңа ұл қыздарыңды өсіріп, сол орындарын таба берсін бәрі. Тек жақсылықта, қуанышта басымыз қосылсын. Жалғасын таба берсін, отырсын. Солсын деген нәрсе қалмайды екен олар. Елімізбен барлықтарыңызбен басымыз қосылып, шың қаланың төрінде сіздердің дастархандарыңызда бас қосып отырмыз. Кезекті отырысымыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, көргеніміз тек қана қызықшылық той болсын, отбасыларыңызда жақсылық болсын, Аллахтан қызықшылық той болып, ұл қыздарыңыз жаңағы тек жақсылығымен қуантып, келін түсіп қыз ұзата беріңіздер. Бәрімізге жаңағы айтып жатқан немере жұғысты болсын, ой жұғысты болсын, деніңіз сау болып аман есен сегіздесіп жүре беріңіздер. Шайдан алдыңыздар. педагогтарда шумақ болатын еді ғой артында. Шумақ бәрін жаңағы берді ғой. Маған өткізіп жатыр мен. Айтатын айтса енді. Осы келіншектер енді кездерде ғой, начальник периодтарда. 30-тарда сөз өрсең артын шумақта бәрі бөлетін. Bir kez ben tamada buldum. Demek bir okulumuz. Uçma oyun ayıttı, ayaz adam ayıttı. Tamada sıkıntı. Енді айтайын десем осы көретін жақты беттерін тиген аямай қалыптырап сол уақытта. Аяз ата қандайсың?